Баршаңызға сәлем достар. Бүгін қарапайым ингредиенттерден жасалатын дәмді астың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін 150 грамм сұйық майды қыздырып, 2 пиязды ұсақтап турап, қуырып аламыз. Пияз осылай сарғая бастайды. Сол кезде 2 тауықтың аяғын ірілеу бөліктерге бөліп, оны да қуырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойсаңыз, менің жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Тауықтың етін жақсылап қуырып алғаннан соң, 2-3 сәбізді жіңішке және ұзынша етіп турап, оны да бірге қуырамыз. Содан соң тәтті болгар бұрышын және қызанақты немесе томат пастасын қосып араластырамыз. Қазанның қақпағын жауып 5-10 минуттай бұқтырып аламыз. Содан соң тұз және тауық етіне арналған дәмдеуішті қосамыз. Үстінен 1 пиала су құйып, су қайнап шыққаннан соң 15-20 минуттай бұқтырып аламыз. Егер сарымсақ ұнататын болсаңыз, 2-3 тісін турап салуға болады. Сосын қазанның қақпағын жауып, 15-20 минуттай бұқтырамыз. Тағамды кез келген гарнирмен ұсынуға болады. Менде бұл қайнатылған күріш. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер осы рецептпен дайындап жатсаңыздар, ас болсын. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.